Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 23-ші сабақ, сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Балалар, тарау бойынша өз білімімізді тексеріп бағалаймыз. Өткен сабақтарды қайталап есімізге түсіреміз. Бірінші, осы бөлімде танысқан құндылықтарды атап шығыңдар. Құндылықтардың адам өміріндегі маңызын түсіндіріп айтыңдар. Құндылықтар бөлім бойынша тәлім-тәрбие, адами асыл қасиеттер, ата-баба тәрбиесі, адамгершілік, ақылдылық, жазу, сызу, өнер, жақсылық пен жамандық. Екінші, ғажайып бақ ертегісіндегі кейіпкерлерді есіңе түсіріп, жақсы қасиеттерін ата. Ғажайып бақ ертегісіндегі кейіпкерлер: Асан, Қасен, Асанның қызы, Қасеннің ұлы, дана қария, 4 шәкірт. Асан мен Қасен адал достар. Олар ақылды, қанағатшыл. 4-ші шәкірт өте ақылды, тапқыр әрі адал, әділ. 3-ші тапсырмада қазақ әліпбиі тарихы туралы не білесің? Есіңе түсіріп көр. Қазақ әліпбиі бірнеше рет өзгерді. Араб жазуы 1929 жылға дейін, латын әліпбиі 1929 жылдан 1940 жылға дейін, кирилл жазуы 1940 жылдан бері бірнеше рет өзгерді. 4-ші тапсырмада көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Бізге үлкенге жақшаның ішінде көмек, құрмет белгісі иіліп сәлем бергені. Жақшаның ішінде әдемілік, әдептілік сөздері берілген. Осы қажет сөздерді қойып, көп нүктенің орнына жазып шығамыз. Үлкенге құрмет, әдептілік белгісі иіліп сәлем бергені. 5-ші тапсырмада үлгіге қарап берілген сөздерден мағыналы тіркестер құрап жаз. Үлгі: мысалы, қарттың тәлімі, нысапсыз бай, тілге тағзым. 6-ші тапсырмада сан жие халқы үшін не жасады? Сан жие халқы үшін әрі ойлап тапқан. Балалар, естеріңде болса, сендер де осылай тапқан шығар деп ойлаймын. 7-ші, сөйлемдерді толықтырып айт. Ғажайып бақ ертегідегі қария сөзіне риза болды. Ғажайып бақ қандай ертегіге жатады? Ғажайып бақ қиял ғажайып ертегісі. Ертегіде қария кімнің сөзіне риза болды? Кіші шәкіртінің сөзіне риза болды. 8-ші тапсырмада шал мен бала мәтіннен алынған. Дегенмен көргендінің аты, көргенді-ау шіркін. Жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі деп халық тегін айтты дейсің бе? Бұл қай үзіндіден алынған? Шал мен бала мәтіннен алынған. Бұл кімнің сөзі? Бұл шалдың сөзі. 9-ші тапсырмада көпті көрген қарт сөзінің мағынасы. Көпті көрген қарт сөзінің мағынасы дана қария. 10-ші тапсырмада сөз жұмбақты шеш. Осы бөлімдегі ортақ тақырып қалай аталады? Жаңа 1-ші тапсырмада айтып өттік. Осы бөлімде танысқан бірнеше құндылықтарды атап өттік балалар. Бұл 1-ші тапсырмада осы бөлімдегі ортақ тақырып құндылықтар деп аталады. Бұл кісілердің есімдеріне ортақ сөзді тап. Төле, Әйтеке, Қазбек. Бұны балалар біз өзімізде білеміз деп ойлаймын. Үшеуіне ортақ сөз ол би. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, қай ақынның өлеңі? Есімізге түсіріп көрейік балалар. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, Абай атамыздың өлеңі.
Төртінші, эпитет сөзге сұрақ, қой, қазыналы қарт, шешен, адам, әділ, би. Бұл қандай деген сұраққа жауап береді, иә? Қазыналы қарт, қандай қарт? Шешен адам, қандай адам? Әділ би, қандай би? Яғни бұл жерде эпитет сөзге қандай сұрағы қойылады. Бесінші тапсырмада әдеби шығармадағы суреттелетін затты шамадан тыс асырып айту тәсілін не деп атаймыз? Суреттелетін затты шамадан тыс асырып айту тәсілі, балалар, есімізге түскен болса, әсірелеу деп аталады.